Америка құрама штаттарында біз робототехникадан әлем чемпионатына қатыстық. Сол әлем чемпионатында біз көптеген елдерден келген ең мықты командаларды кездестірдік. Сол жерде 3 санат болды. Ол Tournament Championship, Skills және Programming Skills. Tournament Championship дәрежесінен біз ең мықты 30 командаға кірдік. Skills дәрежесінен 12-ші орынға кірдік, ал Programming Skillстан ең мықты команда болып табылдық. Робототехникадан өтетін әлем чемпионаты әр жыл сайын болады. Сол чемпионатқа өту үшін біз кем дегенде Азияда өткен 2 чемпионатқа қатысуымыз керекпіз. Сондай чемпионаттарға біз қатыстық, мысалы Өзбекстанға бардық және Гонконгқа бардық. Содан кейін Алматыда өткен Қазақстанның чемпионатында ең мықты робот болу керек, және сол барлық 3 зат болса, сонда сізді әлем чемпионатына қабылдай алады. Осы кубокты біз Lego Short Track жарысынан өтіп келдік. Өзбекстанда өткен жарыс орталық Азияның чемпионаты болып табылды. Мұнаны біз осы жылы әлем чемпионатында Америкаға барғанда өтіп келдік. Бұл Programming Skillстан 1-ші орын алғанымыз үшін берілген марапат болды. Сол жарыста біз доптарды атуымыз керекпіз, және оларды қайтадан өзіміздің ататын затымызға салуымыз керекпіз. Және одан да басқа платформа деген зат болды. Соған мінсен қосымша ұпайлар беріледі. Біз командада сол роботты құрастырып, ол чемпионатта берілген тапсырманы дұрыс жасау үшін соны программалау және құрастыруымыз керекпіз. Және одан да басқа біз оны дұрыстап жүргізуіміз керекпіз. Біздің командада 3 адам болды. Ол Жантөре, Тамерлан және мен. Мен роботты жүргізуге және роботты құрауға міндетті болдым, және ал Тамерлан оны программалауға қатысты. Жантөре маған да, оған да көмектесіп отырды. Осы программасыз робот мынау басылса не істерін білмейді. Сондықтан осы программаны біз жазбасақ, робот жүрмей қалуы мүмкін. Сегіз жасымнан мен мәнерлеп сырғанауға қатысып жүрдім. 3 жыл бойы мен мәнерлеп сырғанаумен айналыстым және көптеген жарыстарға қатыстым. Мен бұрындай қазір дайындалып жатқан жоқпын, сондықтан қазір бұрынғы білген заттарымды білмеуім де мүмкін. Бірақ та қазіргі профессионалды мәнерлеп сырғанаушылардың конькиі менікіне қарағанда басқа, өйткені менікі әуесқой коньки болып табылады. Сондықтан мен білгенімді ұмыт қалдым ба жоқ па, соны көрейін. Жоқ, ұмыт қалмаппын. Мәнерлеп сырғанау ол спорттың бір түрі. Сондықтан мәнерлеп сырғанаумен айналысам, мен өзімнің денсаулығымды жақсы артып жүремін. Назарбаев зияткерлік мектебіне түскенімнен бастап, мен робототехника маған маңыздырақ екенін түсініп, робототехникамен айналыса бастадым. Кіші жасымнан әкем маған Lego сатып беретін. Ол ең біріншіде Lego City деген құрастырғышын алған. Сол жерде машиналар мен үйлерді құрастырдым. Содан кейін Lego Technic деген құрастырғышты алды. Сол жерде біз өзіміздің жасаған затымызды жылжыта алдық мотор арқылы. Осы нишке түскенде менде Vex деген ұғым пайда болды. Vexте Vex Pro және Vex EDR және Vex IQ деген 3 құрастырғыш бар. Vex IQ ол пластик роботтар, Vex EDR ол
металл роботтар, ал Vex Pro деген ол металл мен пластиктың жиынтығы. Біздің мектепте арнайы робототехника курсы бар. Сол жерде демалыс болса да көптеген балалар келіп жүреді. Жоқ. Бұл жақтан міне ананы саласыз. Осы жерде біз роботымызды жасап, оны арнайы жарысқа дайындап жатырмыз. Міне мынау мен досым Асқар. Біз онымен бір командада жұмыс істейміз. Қазір біз техникалық ақаулар табылғандықтан біз оны дұрыста жатырмыз. Қазір осы ақауларды дұрыстағаннан кейін біз арнайы алаңға барып, сол жерде кубтарды бір-біріне қойып, балдарды көбейту үшін жұмыс істейміз. Робот сол кубтарды көтеріп, бал жинап, басқа роботтардан мықтырақ болу керек. Кубтарды бір-біріне қою үшін біз мынандай механизм жасадық. Ол былай кубтарды қысып, оны былай ары қарай көтере алады. Роботта бір ақау пайда болса, біз оны жөндеу үшін бүкіл роботтың құрамын ауыстыруымыз керек болады. Сол құрамын ауыстыру бізге қызық болады, өйткені дұрыс емес жерін біз есімізге сақтап, келесі жолы сондай ақау пайда болмау үшін оны өзіміздің есімізде сақтап жүреміз. Қазір осы Алматыда өтетін тағы бір жарысқа дайындалып жатырмыз. Осы жылы Vex-тің ережелері өзгерді және Жантөре мен Темірлан сол ережеге сай, олар енді үлкен дәрежедегі топ болып табылады және мен кіші дәрежедегі топ болдым, сондықтан біз бөлек командалар болып кеттік. Осы Алматыдағы жарысты жеңсек, содан кейін тағы да әлемдік деңгейде өтетін жарыстарға жолдама ұтуымыз мүмкін. Одан да басқа хоббиім ол Рубик текшесін жинау болады және осы жерде менде бір Рубик текшесі бар екен. Соны қазір жинап түсіндірейін. Осы жерде ең бірінші орталарын келтіріп, содан кейін барлық бұрыштарын келтіру керек. Содан кейін түсі келетін жерлерін жинап, содан кейін әр жағын жинау керек. Сонда бір жағы бұлай жиналады. Содан кейін төменгі жағын жинау үшін мұнда дұрыс келмейтін жақтарын бұлай айналдырып дұрыс жағына қою керек болады. Содан кейін олар дұрыс бағытта болғанда олардың орындарын ауыстырамыз. Сонда бір кезде келмей қалуы мүмкін, ал кей кезде келіп қалуы да мүмкін. Сонда осы Рубик текшесі жиналады. Мысалы, 2-2 ең жеңіл кубигін мен 20 секундта жинай аламын. Ал қиын 5-5, 7-7 кубиктарын мен 10-15 минутта жеңіл жинай аламын. Менде бұдан да басқа әртүрлі Рубик текшелерінің түрі бар. Осы Рубик текшесін әртүрлі жақтарын қою үшін әртүрлі алгоритм керек болғандықтан осы программалауға өте керек болып табылады. Роботымды және программамды қанша жасасам да бұдан мен ешқашан жаман әсер алмаймын, өйткені бұл мен үшін мақсат болып табылады. Программа жасау, әлде робот жасау. Өйткені қазіргі заманда программасыз және роботтарсыз ешқай жерде ештеңе жұмыс істемейді. Болашақта мен осы Қазақстанда технологияларды дамытқым келіп жүр, сондықтан осындай робототехника, программированияға қатысып жүрмін. Мен IT-техник әлде инженер болғым келеді. Өйткені бұл Қазақстанда IT-техника қатты дамымаған, сондықтан мен Қазақстандағы IT-техниканы дамытқым келеді. Өз мақсатына жету үшін сен біріншіден өзіне сену керексің, өз жұмысына талпынысың болу керек және ынтаң болу керек.